Трэцте отырасыз ғой. Мынау не істеп отыр шай? Просто бақытты болуға болмай ма? Міндетті түрде отымен кіріп күлмен шығу керек па? Қатын құрдас. Қатын құрдас байласты. Тілге айқай шу болып жатыр екен. Неге телефонды тек сақалды мужиктар ремонттайды? Ошын мен айтайын шынымен до конца жылы өтіп кетпей қойын. Кішкене басын жазып. Самый лучший трец болады бүгінгі. А кім айтты сақалды бар жігіттердің бәрінде сабыр бар деп? Мен де тіл жағынан біраз білем. Тіліңіз дейтінші? Оған дейінгі өмірімді білмейсіңдер осыңдар. Қалай жеткенімді, ауылда қалай өмір сүргенімізді. Ужас. Жалғыз бұл жерде керек адам көп тұрып жоқ. Заявление жазатындарға не айтасыз? Терпила деп айтамын сізге. Бірақ сен өзің отбасының ішінен отбасы құрып отырсың ғой. Басты қатыра берме, өзіміз білеміз, жазамыз ба, жазбаймыз ба. Сенің дұрыс. YouTube жоба Трэцтан кезекті шығарылым, бізде қонақта Асхат Тарғын. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет. Трэцта қалай? Белсенділігіңізді байқаймыз. Иә. Трэцта енді Бармын. Трэцта бармын ба деп сұрасаң. Трэцта бармыз. Мынау Инстаграмға тіркеліп қойған, автомат түрде Инстаграмға бір зат салсаң, бір дүниені салсаң, сол Трэцқа түседі. Жалпы Трэцқа кіріп, сол жазбаларды оқисыз ба? Қарапайым халық жазған. Қазір оқып жүрмін. Көбінесе қандай жағдайлар түседі сіздің лентаңызға? Көбіне енді мен енді өзімдікін несін оқымаймын да, жұрттардікін оқимын ғой, бірақ көбіне негатив бұл жерде. Біреуді жаңағыдай. Біздер жамандауға мастеріміз ғой негізі қазақтар ше. Трэц деген негізі сол диванда жатып алып, қолы бос, ауылда тұратын адамдар ма, мейлі, білмеймін, кімнің қолы бос, сол адамның айналысатын дүниесі деп ойлаймын мен ше. Өйткені бізде Инстаграм қарайтын, басқа бірдеңелер қарайтын уақыты жоқ, кейде прокма, анда-мында шаруаларың бар деген сияқты. Кешкісін бір мезгіл бірдеңелер салып қоясың. Трэц сол қолы бос адамдардың, өсектің жаңағыдай, сол бір сөзбен ұнай ма өзіңізге? Бір сөзбен Трэц ұнай ма өзіңізге? Екі сөзбен ше. Ұнағанда енді егер жақсы жағына пайдалансаң ұнайды ғой, бірақ мен көбіне ол жерде мен жақсы әңгіме көрмедім. Өте дұрыс. Кез келген нәрсені жақсы жағынан пайдалансаң әдемі ғой. Әдемі, иә. Сосын енді бірдеңе салсаң, мысалға сенің минус жерінде қарап отырады адамдар қазір біртүрлі болып кеткен, бәрі бірдей емес дегенмен. Бірақ сізде минус жоқ қой негізі. Неге минус жоқ? Мен тек плюс пайдам дейсің ғой. Мойындағандай ерлік. Жоқ, плюспен де айтамыз, минуспен де айтамыз, домбырамен де айтамыз, бәрімен де айтамыз ғой негізінде. Домбырамен айтатын енді ерекше. Бірақ енді көбіне сол жаңа адамның минусын іздейтін не сияқты, жаңағы не дейді? Әлеуметтік желі сияқты. Солай көрінді маған. Былай Азеке, қазір біз әртүрлі Трэцтар оқимыз, одан соны талқылаймыз. Одан бағдарламаның соңында біздің бағдарламаның атынан сіз өзіңіз бір Трэц жазасыз. Соны бағдарламаның атынан саламыз. Қой. Соны ойлана отырыңыз, не жазасыз, бір қандай бір әдемі бір Күшті цитатаңызды аламыз даже. Чип деп жазып қойсақ та болады, иә? Енді ол енді. Так, кім бастайды? Ең үздік, осы аптаның ең үздік Трэцін анықтау керек. Біздер қазір әрқайсымыз дайындалып келдік, 2 Трэцтан оқимыз. Соның ішінен ең үздік, ең қызық, өзіңізге ұнаған Трэцті айтып кетесіз. Мен қатты дайындалған жоқпын енді. Сосын өзіңіздің атыңыздан бір подарок бересіз ғой. Ақшалай. Ақшалай ма? Не дейді? Ал кеттік, бастайық онда. Бұл Трэцтан. Мен бастайын. Самый красивый голос. Самый красивый голос. Тикті тиксіз деп манипуляция жасауды қашан қоясыңдар? Тикті дегенді қалай түсінуге болады? Фамилия ма ол не? Фамилия барлық адамда бар ғой. Жеті атасын білсе тек тикті бола ма? Білмесе тиксіз ба сонда? Мен білем, жеті адамды мен тикті саналам ба сонда? Қазір текті жерден қыз алып жатыр, текті жерге құда болып барып жатыр, тексіз жердің қызын алған екенбіз, ойбай бүйткен екен, сонда әңгіме көйіп кетті да. Текті тексіз деген вообще не? Ол мен просто түсінбеймін да, өз басым түсінбеймін. Сен алқынып тұрып оқиды. Сен ұрысып тадың ғой. Сөйлеген сөзің жаман қиналып. Өзіміз дем алмай қалдық. Соттың фонаригін өшіре сал. Бізді видеоға түсіріп жатқан Текті деген ол ең бірінші тәрбие. Жанұяға былай қарап отырсаң, бір жанұя бір мемлекет дейді. Мысалы, бір мемлекетте бір басшысы болады.
жанұяңда бір басшысы болады. Бірақ қазіргі таңда көбіне әйел басшы болып кетіп жатқан жағдайлар бар. Еркектің сөзі, еркектің дәрежесі артқа кетіп қалып жатқан жағдайлар да бар. Енді оның бір жағына өзімізге де байланысты ма деп те ойлаймын. Енді еркектер көбіне допустить етіп қоямыз ғой жаңағыдай. Кішкене былай. жоқ мен допускать Допускать етсем де мойындамаймын. мынадан кейін әйелдерсіз жиын деп тұр кәдімгідей. Мен шынымен де шамам келгенше ақиқатты айтып көрейін. Тәрбие тал бесіктен дейді. Мен мысалға үйде әкемнен нені көрдім, отбасымда соны қолданамын, соны жасаймын. Мысалға әкеміздің үйде тәрбиесі, анамыздың тәрбиесі, анамыздың. Мысалға шешеміз мысалға айтып отыратын, бірдеңе білдіріп қойсақ мектеп кезімізде, бала кезімізде, әкең біліп қоймасын, әкең өлтіреді қазір, әкең ұрсатын болды дейді. Біз әкемізді бір тұтамыз. Ойбай деп сөйтіп өстік, есейгеннен кейін барып білдік қой енді. Шынымен де ол қазіргі мен ойланам, ол күйеуге деген, күйеуіне деген, әкемізге деген құрметі анамыздың. На самом деле әкеміз ұрыспайтын. Ұрсатын апам қойды, ұрсатта шыбықпен де ұрды, бұзық жасағанда бәрі де болады ғой. Сол тектілікте бір сөзбен қазақ соны айтады. Шыбықпен ұрған кезде шыққан ән ғой аян ой. Тәрбие, тәлім тәрбие. Жаңағы қыздың дұрыс болып өсуі, ұлдың дұрыс, мен серьезно кетіп жатсам Ол жаққа мән бермей қойыңыз, мен тыңдап отырмын сізді. Қазір мен Құдайға шүкір ұрлық жасамаймын, ешкімнің ала жөнатты, мен ұрлық істемеймін, алаяқ жасамаймын. Бір құмар ойынға әуес емес екенмін. Шынымды айтайын, жазым 45-ке келді, казиноның есігін ашып кіріп көрмеппін мен. Нағыз грин флаг екенсіз аға. Кіргізбей ма? Жоқ, кіргізеді ғой. Бірақ кіріп ішін көрмеппін, бірақ неден көрген болмаса. Сол бір сөзбен айтқанда тектілік деп сол жаңағы дұрыс тәрбиесі, өте тәртіпті баланы тектілік деп айтады. Сосын айтады ғой, мынау тексіз жерден қыз алып жатырмыз дейді да. Бірақ көбінесе әкесі жоқ қыздарды тексіз деп жатады. Сіз соған келісесіз бе? Мысалы мен келіспеймін. Мысалы менің әкем жоқтығы немесе басқа қыздың әкесі жоқтығы. Сенің әкең бар ғой, неге жоқ? Жоқ. Мен емес, жалпы айтып жатқам ғой енді. Ол менің естіген дүнием да. Мысалы тексіз деп жатады. Серьезно кетіп қалған ба? Тексіз деп жатады. Серьезно бастадыңдар әңгімені. Текті деген не деп, ол дұрыс серьезно әңгіме. Ғана жігіт қой бастаған. Қалжыңдауға деуге болмайды. Жерде қазір халық көріп отыр, не қылып отыр, сен тірәші бауырым десең, Сол тексіз деп жатады. Соған келісесіз бе? Келіспеймін, неге тексіз? Әкесі жоқ адам қалай тексіз болады? Ол әкесі ерте кеткен болуы мүмкін, болмаса немесе ажырасып кеткен болуы мүмкін, өмірден ерте кеткен, ол ондай талай ауылда талай адамдарды көргенбіз. Ондай семьялар, кстати, көп. Ондай семьялар көп. Жалғыз ана өсірген балалар бір дәрежеге жететін көп. Мына күйеуімнің түтінін өшірмеймін, осы шаңырақтың несін өшірмеймін деп балдар жеткізген әйелім. Сендер үшеуің Қазақстан ұлттық арнасынан бір салиқа деген бір әңгіме. Асыларына алып кеткен жоқ па? Асыларына бір әдемі. Давайте мен басқасын. Ұнады ма вообще трэц мынау? Нормально? Нормально. Жауабыма қанағаттандым. Жауабыңызға қанағаттандым. Негізі мынандай да трэцтер бар екен деген сияқты ғой, осындай. Кейде ойланам, телефонымды жоғалтып алсам, ауызашарда аузымды аша алмай қалатын сияқтымын. Дұғаны есіме түсіре алмайды. Дұғаны есіме түсіре алмайды. Бәрі қазір телефонмен қарайды ғой. Менде де өзімнің басына өткен жағдай. Ауызашар уақыт болды да, мен іздеп кеттім галереядан, таба алмайдым. Қандай дұға сонда? Ауызашардың дұғасы ғой? Ауызашардың дұғасы қандай дұға мысалға? Қазір мен таба алайын оны қайтып. Жоқ, сен арабсың ба, қазақсың ба? Қазақ болса қазақша айт. Сен не керек саған? Азеке, мына бағдарламадан кейін сіздің арабша айту өзі міндет емес саған. Халық деген сізді бар ғой. Жанма жені. Ауызашардың мысалы. Жоқ, оны мен айтып отқан жоқпын, біреуді жазып жіберіпті ғой. Оған айтайық. Все. Ауызашардың уақыт сен білмейсің. Ауызашардың уақытты білмейсің. Телефоның жоқ, жоғалтып ары қарай бекітіп жүре бер деңізші. Ашпа да. Азан шақырылады. Болмаса сұра кез келген адамнан. Сосын мен дұғаны айтуым керек, қалай айтсам болады деген ол болмайды ол. Сен не керек жаныңа? Денсаулық керек па, ақша керек па, не керек? Жақсы жар керек па? Сізді акимат жіберген сияқтысыз бізге. Сол не қылды? Қазақша сұра. Алла маған осындай бере көр.
болмаса мынау ұстаған оразаны қазақша сұрау, оған міндетті арабша сұрау керек емес, болмаса қытайша сұрау керек. Қандай тілде, қандай ұлт болмасын, әркім өз тілінде сұраса, өзі бала қабілет етті деп Сіз ана чип хит болған кезде қазақша сұрадыңыз ба или арабша сұрадыңыз ба? мен қазақша сұраймын. Мария Магдалена. Кез келген дұға, Магдаленаның шынайы жүрекпен дұға тілесеңіздер, кез келген дұға Қазақша сұрай беріңдер, иә? Иә? Біздің мына бағдарлама асыл арнаға жайылып отырады. мына басындағы 30 минут кесіліп қалады. Осы жерден басталады. Енді басталады. Жарайды, онда мен отбасылық сұрақ қояйын. Әрине. Өмірде өзіңнің жартыңды әрең тауып қосыласың, бірақ неге ене, қайынсіңлі, қайынапа, туыстар деген адамдар көбінесе ажыратып тастайды. Фейк аккаунтпен жазған екен. Мен ойлаймын, үйленген кезде... Мен ойлаймын, ол өзім десе жазғам. Мен емес. Мен ойлаймын, ер адам үйленген кезде үйленбей тұрып, отбасына жауапкершілік ала білу керек деп ойлаймын. Яғни, ол мынау сыртқы факторлардан жаңа айтып отырмын ғой, туысқандар, жаңа ата-ене деген сияқты сыйлау керек. Бірақ сен өзің отбасының ішінен отбасы құрып отырсың ғой. Соны бір қорғап, жеке бір жаңағы шекараны бекітіп білу керек сияқты. Арасында қатты сыйламау керек деші. Еркек жауапты дейсің ғой. Әрине. Әйел жауапсыз дейсің ғой. Жоқ, әйел де жауапты. Бірақ еркек енді сен ол үйге үйренесің мысалы, иә, туысқандарына үйренесің, ата-енеңе үйренесің. Сен бірден келін болып туылмайды ғой қыз баласы. Сондықтан да бұл жерде ата-ененің де ақылдылығы бір үлкен рөл ойнайтын сияқты. Рөл ойнайтын шығар, бірақ қыз балаға негізі вообще-то қыз балаға тұрмыс құрмай тұрып анасы тәрбиелеу керек. Сен ертең келін боласың, басқа жерге барасың. Сол үйде күлімен кіріп, отынмен кіріп, күлімен шығасың деген сияқты ғой. Неге просто бақытты болуға болмай ма? Міндетті түрде отымен кіріп, күлімен шығу керек пе? Жоқ, бұл қыз отымен кіргенде күлімен шығамай жатыр. Сіз тіке түсінбеңіз. Отымен кіріп қайтыңыз. Ол сөздің төркіні олай ма? Сөздің төркіні деген сол үйге қызмет жасайсың, келінді қызметіңді атқарасың деген сөз. Ертең барып алып жатып алсаң, мен міндетті емес, мен ана емес, шаршадым десең, ол үйде фитна туады ғой. Сондықтан ол әйелдің болып сол келін болып сол үйге түстің ба, сол үйге қызмет жасауың, ата-енеңе қызмет жасауың керек, күйеуіңе қызмет жасауың керек. Соның бәрін жасап өтуің керек сол белгілі этаптан. Сенен кейінгі қайныларың болады, допустим, олар үйленген кезде жаңа келінге сен де соны айтасың, үйретесің, уже бір этаптан өткеннен кейін оларды уже сен жасамайсың, кейін уже 4-5 жылдан үлкен келінсің уже. Осы орайда жеңгем деген әніңізді айтып жіберсеңіз. Жанды дауыстама. Сіздің ойыңызша қызмет жасау деген қалай ол? Қызмет жасау деген терлеу. Қолға су құйып отырсың. Енді жалпы тертеу ғой сол үйде. Иә. Сен қызмет жасадың ба? Қатты жасадым деп айта алмаймын. Себебі екі қалада тұрамыз біз. Бөлек қалада тұрамыз. Барғанда әрине. Жоқ, әрине барғанда. Күйеуге қызмет жасайсың ба? Қандай қызмет жасау керек күйеуге? Ай беш. Қызмет жасау дегенді мен ойлаймын, ол сыйластық, яғни арадағы взаимность деп айтылады ғой, сыйластық болу керек сияқты. Ол саған мысалы жақсы көргеннен кейін сыйластық болады ғой. Әрине жақсы көру де болу керек. Бірақ қызмет жасау деген мен түсінбейтін сияқтымын. Әрине сыйлайсың ғой. Сен сонда қызмет жасаудың не екенін түсінбейсің ба? Екеуің ұрысып қалмады. Қызмет жоқ, ата-енеңді сыйлайсың, қайынсіңлі, қайын апаларыңды сыйлайсың. Біліп тұрсың ғой енді. Енді мысалы 2 жастың арасына түссе, не істеу керек сонда? Үндемей қалу керек па? 2 жастың арасында кім түседі? Сен ерегесің келіп тұрған сияқты. Жоқ. Қайынсіңлілері ме? Қайынсіңлілері мүмкін. Бұл жерде арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей өту керек қой бұл жерде. Сен күйеуің үшін шыдайсың ғой енді. Қатты андай қылмайтын шығар енді. Ара түскенде енді ұрыстырып. Ипотека первоначально взнос жинағанша шыдайсың. Сосын көре жатырсың. Ол өзінің проблемасын айтып отыр мысалы. Деп қойсаң. Жоқ енді ол жерде деген сен күйеуге Асеке тигеннен кейін ол қызшы постоянно сұрақ қоя береді, қатты қиналмаңыз. Араға түсті деп андай ажырасу ондайды вообще ойламау керек. Бұл келдің ба болды. Текті жерге күйге шығу керек. Қазір деген қыздар біз астарлы ақиқатты өткен жоқпыз ба? Жоқ, сендер енді әзіл айтып отырсыңдар. Енді отырып қой, барынша айтып отырып қой. Серьезный зат айта береміз да біз. Өздерінің сұрақтары серьезный екен. Давай кеттік, келесі. Мен жабылған жоқ. Күшті мынандай нәрсе бар екен. Бәрін тынышталыңдар, мен ғана сөйлей берейінші. Бір қыз жазып әдемі. Личкаға ма? Флюраға түсіретін еркектерді Құдайдың өзі кешірмесе мен кешпеймін дейді.
андай флюраға түскен кезде бүйтіп шешіндіріп түсіреді да одан кейін киініңіз шыға беріңіз деп айтады ғой. Сол кезде кейбір жерлерде еркектер отырады ғой, соны бір қыз жазып жіберіпті да, соны құдайдың өзі кешірмесе мен кешірмеймін дейді да. Ол негізі до конца шешінбесе де болады ғой, бірақ өзі до конца шешініп қоя беретін қыз неге сияқты. шешін дейді ғой. ал флюраға түсіретін адамдар көрмейді ғой. Да? Көрмейді. Ненің ішінде шығарғанда сразу ішін шығарады ғой адамның. Фотоға шығарғанда. Эксперт по флюре. Сыртын шығармайды ғой. Өзі кезінде флюорография істеген. Кабинканың ішінде тұрады ғой. Иә. Көрінбейді ғой адамда. Негізі медицинада ер әйел деп бөлінбейді ғой. ол. Жалпы медицинада кейбір кезде бар ғой, уролог әйелдері бар. Гинеколог еркектер бар. Гинеколог еркектер көп қой. Мен 4 жыл скорыйда істедім бар ғой. Ол ана біреудің бір жерін бір адамды қарай құтқармадың деген настроение болмайды врачтарда, нелерде олар. Бәрін бір дейсіңдер да, тез нете беру керек та. Жұмыс істеу керек та просто. Оларды оқу орнында үйрететін шығар ондай нәрсеге мән бермеуді. Бір гинеколог еркек тойып жатыр да, соны бір ағамыз айтады да, соны бәрі мақтап жатыр дейді да еркекті. Ой, күшті, қолы жеңіл. Қолы жеңіл, күшті босанғанбыз, анау. Соны ағамыз айтады да, келіншегімді мен басқарып жатырмын дейді бір тамада ағамыз ғой. Әйелі өлең айтып барып тұрған ғой. Соның бәрі анау тос айтқан сайын кейін ой ағам, ой пәленшең күшті, жаңағыдай қолы жеңіл, жақсы босанасың, жеңіл босанасың деген сияқты. Сосын бір кезде мынау гинеколог келіншегім шығып өлең айтып, иә мені де босандырған осы аға ғой. Сөзі 2-3 бала сосын айтты да, мен ана ер адам босанған мен білмеппін дейді да. Кейіннен кейін сонда ана еркек босандың ба? Иә деп, мә деп. Сол сияқты жаңағы врачтар жынсыз болады ғой. Жынсыз болмайды врачтардың. Кейбіреулер бар, менің әйелім тек әйел гинекологқа кірсін. Мен специализация қарау керек та, жақсы маман ба, главное, самый важный. Жоқ енді білмеймін енді. Түрі әдемі маман ба. Гинекологқа бар ғой, мен сол жағын ойланбаппын. Біздің де әйеліміз бірінші босанғанда ер адам босандырыпты, мен кейін естіп жатырмын ғой. Негізі қадағалау керек сияқты. Қадағалау керек. Айтып тұрмын, медицинада ер адам жоқ бөлінбейді. Мен мысалы өзім дүниеге әкелген кезде ер гинеколог болды. Мен ол кісіні ер адам ретінде қабылдаған жоқпын. Оны өзінің жоқ, оның алдында. Ол адамды мен мынау ер адам екен деп қараған жоқпын мысалы. Медицинада солай айтады ғой жаңағыдай, еркек әйелге бөлінбейді, ол врач па, врач. Ол жерде әйел адам өз жанымен алысып жатқан кезде тіпті қарамайсың дейді оны, кім, анау қайсы мынау кім деген сияқты. Еркек енді әйел екеніне қарамай ләззат ала беріңіздер. Ермек, ол сенің ойың. Емдеуден деймін да, емдеуден. Бірақ әйел адам босандырған жақсы сияқты әйел адамды. Әйел адам кішкене. Мен босанып көрген жоқпын. Маған қарап айтса енді. Мен мына жерде отырмын. Маған қарап айтсаңыз болады. Бір жағдай болды, есіме түсіп тұр. Бір әйел солай босануға барған кезде. Ер адам да келеді екен да, бүйтіп ашылды ма ашылмады ма көріп келеді екен. Иә, көреді солай. Саусағыңызбен көрсеттіңіз ғой кәдімгідей. Опыт емес. Жоқ, ашылды ма ашылмады ма деп Уазаптан қараған жоқ, ана ер адам таза ашылу керек, соны байқап сөйтіп ер адамда көріп келеді. Трещина жоқ естіген жоқпын, босанып көрді дейсің. Ойбай, мен роды принимать еттім, ол машинаның ішінде принимать еттім. Адамның ба? Скорый помощьтың машинаның ішінде. Ашылмаған фигня ол дейші. Бір рет машинаның ішінде принимать еттім. Бір рет подъезде принимать еттім прям. Жете алмай қалды. И бұл жерде ондай сол кезде даусын жауап алған. романтизировать. Баяғыда сенің анекдоттағыдай болды ғой. Бір әйел жаңағыдай лифтіде туып қалып, скорый келіп, лифтіде туып қалған ғой. Лифтіде нетем деген толғатып жүре алмай жүр жерде туып қалып. Врач келіп, ана әйел тұрып, ойбай, ұят болды, лифтіде туып қалдым, ұят болды десе, ана врач скорыйда қыз айтқан ғой, ой апа сізді қайда лифттің ештеңе емес, былтыр бір әйел астында көтеріп туып қалған, ой жаным ол да мен ғой деп айтты. Сол сияқты болып ғой. Тойдан айтылатын Анекдоттар Ендеше нағашылар шақырады. Сен Ол жерде адамның жанын сақтап қалу ойлап отырасың, сен ондай басқа ештеңе ойламайсың. Сен өзің босандырып алдың ба? Мен қасында тұрдың. Мен санитар болдым. Күртешінің қасында. И фельдшер қабылдады. Мен скорыйда істеген адаммын да. Мысалы сіздер айтасыздар да, әйел гинекологқа апару керек дейді. Мен онымен келіспеймін. Мысалы қарайық.
сіздер әйел гинекологқа апардыңыздар 15 жыл әйел гинекологқа апарды да, сосын ер адамдар гинекологқа түспей қалды оқуға, например, келмейді все равно әйелдер деп да. Олардың арасында өте талантливый гинеколог бар, қалай ойлайсыз? Да, өлең оқитын ба? Кәдімгі Өте дұрыс. жоқ, кәдімгі жұмысын мықты атқара алады, и ол талай адамның өмірін құтқара алады. Өлең айта алатын Бірақ ол мысалы. бала оқуға түскен жоқ, себебі еркектер, әйелдер тек әйел болу керек деген условие қойды да. жоқ енді Қайрат әрқайсысы гинеколог әртүрлі. болғысы келген сияқты. Әрқайсысы әртүрлі. Қайреке, сен егер өзің гинеколог болсам десең, бола бер. Біз саған қарсы емеспіз. Бара бер, Бірақ есік ашық. мен өз Негізі әйелімді чисто гинеколог- қыз гинекологтарға еркектер жіберемін. таңдайтын мамандық емес негізі гинеколог. Бірақ Мен өзімізге келген кезде, медицинаны жынысқа бөлмеймін. өзімізге келген кезде қыз урологтарға бара береміз. Мамандығын Мысалы, мамандығын дұрыс таңдап сіз урологтарға барасыз ба? барамын. Иә, қыз урологтар дұрыс па негізі? Или ұл Жоқ, уролог мен дұрыс па? еркектерге барамын. Еркектерге барасыз ба? еркектерге барам деген бір түрлі Қыздарға барған дұрыс қой, братан. ойлап қаласыз ба? Жоқ, Есеп болып кетті ма? ертең Жабасың. 40-тан кейін барасың, көресіз сосын. Уже без разницы. 40-тан кейін барып жүрген жан қазір. 40-тан кейін уже без разницы ба? Мен урологтарға барам. Пока Барасың қыз урологтарға барып тұр ғой. Қыз урологқа баратын болып тұрсың ғой. Мен хотя барам ғой, сен вообще барасың ба негізі? Сен әйелің жібере Бұйырса ма? барамын мен, пока Әйелің нормально. жібере ма? Пока шүкір. Интернетте мем көрдіңдер ме? Қандай? Әйел адам дейді, гинекологқа келгенде дейді, тү жайлап айтады да, мына жерім ауырып тұр дейді. Еркек адам урологқа келгенде регистратурада дейді, анау тұрмай қалды. Опять Сен юмор. негізі, жаңа сен тектілік туралы әңгіме айтқан жігітсің ба, иә? Ауыр екен жігіт. Осы жігіт қой, иә, тектілік туралы әңгіме Аңыздардан гинекологиялар осы темаларға Сонымен қарап кетеміз керек. әйел гинекологтарға бару керек. Иә. Соған сіз өз ұстанымыңызда қаласыз. Өз дауысыңызды бересіз. Жақсы. Жоқ, енді әр трендті біз кәдімгідей жауабу керекпіз ғой. Бір Әйел нәтижесін азамат, шығарып. әйел гинекологтарға бару керек деп айтсай. Мамандығын дұрыс таңдамаған еркек ертеңгісін ұйқыдан тұрғысы келмейді дейді. Әйелін дұрыс таңдамаған еркек кешкісін үйіне кіргісі келмейді дейді. Әйел дұрыс таңдаған еркек үйден шыққысы келмейді дейді. Вот, осыны трендқа жазып Ким қоямыз. Кардашьянмен тұрсаң, вообще үйден шыққың келмейді дейді. Қыздар, футбол туралы мнение жазбаңдаршы дейді. Кім жазған? Қыз. Жоқ, жігіт жазды ма, қыз жазды ма? Мұстафа дейді. Мұстафа, басты қатыра берме, өзіміз білеміз, жазамыз ба, жазбаймыз ба. Бізде футбол қараймыз, суреттерін де саламыз керек болса. Сондықтан футбол сенің жекеменшік дүниең емес. Тер Штеген қай жақтан екенші? Тер Штеген. Жоқ, мен тек Қайратты ғана білемін. Галатасарай. Галатасарайдың машина бар как раз. Да? Қызыққан дұрыс. Иә. Ол спорт. Иә, Одан наоборот. ештеңе жоқ. Неге бөледі, мен соны түсінбеймін. Қыздар, сендер жазбаңдаршы. Өздерің бөлінесіңдер, сосын бөлеміз да дейсің, иә. Неге біз ер адамдар жайлы мүлдем жазбаймыз. Тек футбол жайлы ойымызды, немесе сол белгілі бір футболист жайлы ойымызды жазса қыздар, ойларын жазса қыздар, бір кәдімгідей біздің қазақтың жігіттері жабылып кетеді ғой. Жаман ойлап бірден. Неге олай? Әйелдер біздерден шалбар тартып алды, сосын рульді тартып алды, енді футбол тартып алғысы келді. Футбол дейтін жекеменшік дүние Сен емес қой, даусыңды тартып тартып алатын. Дауысы күшті екен. Мысалы, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ол бір қыздарды төмен көру ма, білмеймін. Сенікі дұрыс. Осыны естігің келді ма? Иә, бағанадан бері осыны естігім келді. Сенікі дұрыс демесең бар ғой, ол кете береді, тоқтамай. Мен ғой сол әрі отырмын специально. Сайвотты постоянно айтатын сөз. Айта алмай отыр, біздің айта салдым біз. Қандасың ғой, сенікі дұрыс айтып салдым. Жаңағы екі көрші барыпты ғой, қожекеңнен сұрапты ғой. Айтысып барған Анекдот па? Анекдот қой. Басталып кетті. Шын берген естіген анекдотым ғой. Тойға көп шығатынбыз бірге. Мына көрші тұрып. Қожеке, мынау видео айтты, мен қайсымыз дұрыс? Үлкен көрші, оң жақ көрші дұрыс сенікі депті. Деп қуанышып кеттім, мына жақта көрші. Қалай қожеке? Менікі дұрыс қой бейтін ғой. Көрші сенікі де дұрыс депті. Екеуіне шығарсып. Сосын әйел айтқан ғой, сенің ақсақалшылығың қалай сенің? Біраз жасқа келгенде екі жақ сенікі де дұрыс шығарып салған қалай? Төрелігін айтпайсың ба десе. Кемпір сенікі де дұрыс дейді. Сол сияқты. Мына выпуста чисто анекдоттар алсақ. Дұрыс. Бәрі дұрыс. Көрдіңіздер ғой. Қосыл. Бұл Футболды менің жазасың ба, жаз. Айтасың ба, айт, ештеңе етпейді. Қыздарға қарап айтсаңыз болады. Қыздар жазыңдар, айтыңдар, араласыңдар, ойнаңдар. Футболда қыздардың да командасы бар ғой мысалға. Мысалға қараймыз. Қазақстан. Қыздар тек қана андай қарайды сияқты, краш емес футболистке. Разбираться етпейді ғой. Сондай бар ма мнение?
краштан ойлайтын жастан кетіп қалдық уже десең иә. Сен де сұрақ қоятын адамға тауыпсың ғой. Краш білесіз ғой, краш. Білем ғой. Сөз. Біздер де жүргенбіз бауырым. Краш деген бізде краш болғанбыз кезінде. Жоқ, әлі де крашсыз ғой. Астан кетсең Жоқ, әлі де крашсыз ғой. Құдай қаласа. Бір 74-терге. Ойбай. Көрші мақтайын деп тұрып Мен келіншегім қай жылы екенін білесің ба? Білем ғой. Мен келіншегім сенің келіншегіңнен кіші. Қай жылға? 94. 94? База жоқ. Сіз 94, сен 94 емессің ба? Мен 95-мін. 95. Қатын құрдас. 91. Қатын құрдас. Саған да қатындай қарайды. Жоқ, олай емес. Біз ана әйеліміз құрдас болса, мысалы, қатын құрдас деп айтамыз. Біз прикол ғой өзіміз ортамызда. Әдемі. Қазір сендерде жоқ шығар ол. Бірінші рет естіп тұрмын. Да? Әйеліңмен жасты адам болса, қатын құрдас дейсің ғой. Күйеуіңмен жасты болса ше. Күйеу құрдас дейсің. Айтылмаған. Күйеу құрдас. Әйелің жасты біреу болса, допустим, сен о қатын құрдас екенсің ғой дейсің да. Сен риза болдың ба қатын құрдас дегенге? Бәріне сәлем достар, ақыл кеңестеріңіз керек болып тұр. Біз чат GPT плюс 4 қыз болып алғымыз келіп отыр диплом жазуға көмек ретінде. Енді ойлап отырмыз, 4 түрлі аккаунттан ол кіріледі ме? Сосын кім біледі дейді. Астына біреу комментарий жазып кеткен, диплом сатып ала салыңдар ше, қиналмай дейді. Қалай қысқартып айтыңызшы, пожалуйста. Диплом жазуға чат GPT пайдалану дұрыс па, дұрыс емес па? Чат GPT ол көмек емес, чат GPT өзі жазады ғой сенсізде. Ол дипломды адам өзі жазу керек емес пе? Мен просто Бұрында да біздер осылай интернеттен жазып алатын едік қой. Біздің бағдарламаға қайрат қатты керек па? Аше деген ғой енді. Сен өзі қиналып отыр мен. Магистрский диссертацияны өзім жазғанмын кезінде. Чат GPT жоқ та ол кезде обидно да. Энциклопедия бар. Энциклопедия бар. Біздің кезімізде диктант жазсаң да бақылау жасасаң да мына калькулятор не дегенді қолдандырмайтын мектеп кезінде. Тек химияда қолдануға болады. Мысалға ше? Иә. Көбейт, өзің ойша көбейт дейтін. Қағазды жазып көбейтетінбіз. Жоқ, просто ертең чат GPT-ді пайдаланып қандай гинекологтар шығады да просто. Сол үшін ойланып түсінбесең. Тудырайын жатқан кезде чат GPT жазып жатса, мына қалай дөбізден болады дейді. Қандай специалисттар шығады да просто дипломды біреу 5 минутта жазып. Енді ол жерде біреу даттайды, біреу қолдайды, біреу қолдамайды деген сияқты ғой. Жалпы мен өзім қолдамаймын, негізі чат GPT деген нәрсе мен мүлдем қолданбаймын, өйткені ол менің ойымша платный нәрсе. Азеке, сіз чат GPT қолданасыз ба жалпы? Өткенде бір есім айтпай қояқ, бір жұлдызға, бір әншіге, қазақ эстрадасының әншісіне чат GPT арқылы жасалған әнді, өңделген әнді бір жігіттер сатып жіберіпті. Искусственный интеллект емес па сен айтып отқаның? Енді сол искусственный интеллект чат GPT-дің бәрі құрдастар ғой. Сол номер керек па деші? Сол арқылы жасалған әнді біреу сатып жіберіпті, ойлаңызшы. Сізге өйтіп ән сатып жіберген жоқ па ешкім? Маған келді, иімен орындалған жаңағыдай. Айтты иә аха. Өйтіп мынау жасанды интеллекті ғой деп қазір бәрісінде өкіп кетті ғой дейді. Қаншадан дедіңіз? Алған жоқпын, сұраған да жоқпын даже. Ол енді негізі адам істеген дүниені мүлдем жүрекпен шыққан ән бөлек болады дейсіз. Иә. Дұрыстап, мысалы, дұрыс композиторден жүрекпен шыққан ән болса, сол негізі менің әнім дейді, осыны чат GPT-ге енгіздім де осындай орындап берді ол дейді. Ол деп сөйтіп тұр да. Енді білмеймін қаншалықты, онда мен айтып көрмеппін. Былайғы өмірде қолданасыз ба чат GPT? Жоқ. Мүлдем. Жоқ. Мен кісілер бәрін біледі, бұл кісілер энциклопедия ғой. Бірдеңеге таппай қалсам әйелімнен сұрамайды. Звондап анау қайда, мынау қайда. Сіздің чат GPT. Сіздің чат Чат GPT-ңіз. GPT дейміз Әлия ғой біздің. Чат GPT Алияға сәлем жолдап қойсаңыз болады. Тугисіңіз жеңгеміз. Гуглыңыз жеңгеміз. Бәрін жеңгеміз. В общем, короче, алсаңдар 94 алыңдар деші, короче. В общем, білінсе де жеңгеміз кінәлі. Жеңгеміз деп мо, жеңгем кінәлі. Білінсе де жеңгем кінәлі. Жеңге болып кетті ма? Білінбесе де жеңгем кінәлі. Ана зат таппасың да сол кінәлі. 94-тер мықты. 94-тер алған. Өзіңіз диплом жазған кезде біреуге жаздырттыңыз ба әлде сатып алдыңыз ба немесе өзіңіз жаздыңыз ба? Менде диплом жоқ десем. Диплом жазғанда мен бірінші студент болғанымда ол қай бір жылдар ол? Сіз неше рет студент болдыңыз? 2 рет. Мен вообще-то магистратура бітіргенмін ғой десең. Қай бір Мен жылдар? соны бітірген кезде. Жоқ, мен бұрынғы бір бітіріп кеткен студенттің диплом несін алдым да, дипломный работа, маңдай қағаз алдым да, соны
Ошын фотоларын қарадым. ішінен керек жерін алдым. Сөйтіп жаздым. Керемет. Ошын мен айтайын шыны мен до конца жазған өтіп кетпей ақ қойын. Кішкене басын жазып, сосын қыздарға бердік, жазып берді. Да. Керемет. Өтіп кетті ғой қазір. Группалас қыздарыңыз Дипломымыз қайда қойып десең. Жалпы сіздің дипломыңыз қандай диплом? Қандай мамандық бітірдіңіз? Сол қызық шығар халыққа жалпы. Бір Менде екі диплом бар. Біреу көтереді, біреу түсіреді. Біреу көтереді, біреу түсіреді. Қандай жалпы мамандық? Айта кетіңіз. Ақтөбе педагогикалық институтында музыкалық бөлімінде бітірдім. Ампи деген да? Қандай? Ампи, Ақтөбе музыкалық. Педагогикалық. Бәсе. Жаман Ақтөбе медициналық бірдеңе деген университет шықпа. Медицина емес, музыка дейді. Институтында Жоқ, мен Ақтөбеде бір рет болғанда бір университет көрдім, Ампи деп Мынау негізі бізге керек емес мына жігіт. Жоқ, вообще ампи емес қой енді. Ампи деген сұрап алсаңыз. ампи деген жоқ шығар. Иә. Жалпы сол екінші мамандық қандай болды сізде? Біріншісі музыкалық білім, екіншісі Заңгерлік. Мәссаған. Екеуі бірден бір-біріне мүлдем ұқсамайды екен, иә? Заңға қатты қиналдыңыз ба? Құдайберген Жұбанов атындағы университетте мен сырттай оқыдым мұны. Сырттай оқыдыңыз ба? Просто на всякий случай ала салыңыз да. На всякий случай деп алдық. Бірақ заң жағында былай біршама білесің енді былай. Сырттай білесіз ба? Өз неңді жаңағыдай құқығыңды. Сонымен чат GPT-ді қолдану керек па, керек емес па? Қазіргі заманда қолданған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ енді әрине дипломға емес енді былай. Өмірде. Жалпы өмірде заман ағымына байланысты қалмау керек. Ол президентіміздің жолдауында бар мысалға. Өте дұрыс. Жаңағыдай электронды неге өту керек жаңағыдай. Барлығы дұрыс. Өтетін нәрселердің бәріне өту керек. Жалпы өмірде чат GPT-дан басқа тағы нелерді қолдану керек? Кімдерді қолдану керек? Інілерді қолдану керек па? Інілерді қолдану керек, ағаларды қолдану керек десем. Чат GPT қолдансаңдар да 1-2 рет оқып шығу керек. Айтады ғой негізі. Чат GPT-ді өзі Google-дан алмай ма негізінде, иә? Оған десе, ырза болдым. Қайрақты айтамын да, батилар сияқты отырған футболкасымен. Балконға темекі шегу шыққан сияқты. Футболкамен мочалка шығып. Неге телефонды тек сақалды мужиктар ремонттайды дейді? Шынымен да? Өйткені ол халал ғой десең, жоқ, реально байқасаңыздар да, сондай ғой. Хобби ретінде қарайтын шығар ол кісілер. Неге мысалы тұрақты жұмысқа тұрмайды? Мүмкін басқа бір жерден ақша табатын шығар, білмейсің ғой? Өздерінің комментиялары сол жерде да просто. Жоқ, ремонтқа асықпай уақыт керек қой, оған отыратын ше. Ол жерде сабырлық керек болғандықтан сол жігіттер ремонттайтын шығар, иә? Сабырлы болсын. Кім айтты сақалды бар жігіттердің бәрінде сабыр бар деп? Сабыр жоқ жігіт көрдің ба не сен? Сақалды? Везде так. Телефондар тек Алланың қалауымен ремонтталады. Жалпы негізі сен бәрін бүгін дінге келіп тіреп атық негізі. Негізі айтады да жалпы Рамазан айы келатқан ешкім ораза жігіттер. Ешкім ештеңе білмесе де, бірақ айтар дінді бәрі біледі дейді. Дұрыс сөйлейік, Сол сияқты дұрыс. Самый лучший трец болады бүгінгі. Ол стрессті қалдырамыз. Бірден тұрып кетіп қояйықшы. Бір қызық сұрақ қойғым келіп тұр. Егер сіздің өміріңіз туралы кино түсірілсе, ол қандай жанрда болар еді? Комедия, драма, әлде экшн ба? Және ең басты рөлді қай актер сомдағанын қалайсыз? Өзіңізді сырттай қалай көресіз? Қалай? Сіздікі мюзикл болатын сияқты. Сіздің өміріңіз және кино түсірсе қандай жанрда болар еді? Бірінші сұрақ. Элвис Пресли. Главный рөлді қай актер ойнайды? Давайте Қазақстанның актерларын. Давай. Кеттік, давай. Главное, Брэд Питт ойнайды. Өз-өзіңді бағаласаң, Асекең сияқты бағала. Жанры қандай? Ой, ойнап айтам осыны. Қазақтың актерларын ба? Білмеймін оны. Еркебұлан Дайыр. Менің өмірім туралы ма? Сіз туралы кино түсірілді, басты рөлді кім сомдайтын еді? Бірінші рет Мария Магдален бірінші рет естіп отырған, студияда жазып отырған, соның бәрін ең бірінші рет тарап отырған. Жоқ, оған дейін де болған шығар. Оған дейін қалай жеттім мен? Соған дейін өмірімді білмейсіңдер осындер. Қалай жеткенімді, ауылда қалай өмір сүргенімізді, ауылда қалай әлеумен жинап тапсырғанымызды, столыптардың басын тонағанымызды,
оны айтпай ақ қояйық. иә сізді сонымен қандай жанрда түсіреді? кино түсіруге болады негізі ше, бірақ енді оған енді ол Қаражат керек. жалпы 60-70% болған оқиғаны алады да режиссерлар, ар жағын бір Ойдан кейіпкер табады, құрастырып. құрастырады, оның қасына бір ғашығын табады деген сияқты, оның басына уже келтіреді, бірақ сондай қылып нетуге болады. Оны енді өзім сияқты красавчик актерлар болса Жаңа жалпы сіз өзіңізді кім ойнайтын еді деген сұрақ. соны өзім сияқты красавчиктер керек та. Біраз әңгіме айтып кеттіңіз. Еркебұлан Соны Дайыров келе жатырмын ғой енді. ойнайтын Ұзақ шығар, иә? келатсыз. неге Еркебұлан Дайыров? Енді қазіргі кезде краш актерлардың бірі ғой. Осындай биографиялық бір адам өзі ойнай фильмдерде. береді ғой, өзі краш қой. Яғни Енді актер деп отыр ғой. Сіз актер. сенің әйеліңе Еркебұлан Дайыров ұнаған көрсін ба сен? Неге Еркебұлан? Мен саған бәйзіп ташлаймын десе. Иә. Білмейміз Еркебұлан Дайыровты айтып отыр. Жоқ, енді қазіргі таңда соңғы фильмдарда көп былай бой көрсетіп жүрген Басқа да бар актер ғой, ғой. актердар бар ғой. Мысалы, кімді айтар едіңіз? Тәуекел Жоқ, Мүслім бой ба? көрсетіп жүрген кім? Еркебұлан, басқа Еркебұлан ғой, бойда шығып жүрген. Жақсы. Қандай актерларды айтатын Мен едіңіз? ойламаппын, шынымды айтайын. Жалпы. Хорошо, сіздің өміріңіз туралы кино түсірді. Сенің өзің сен ойнасаң да болады. Болды, мен өлтіремін сізді. Красавчиксың ғой. Көрінген адам ойнай беремін сен. Көрінген емес бұл. Көрінбеген актер бұл. Енді көрінеді. онда мен де ойнай салайын да Сен керек емессің кино. Құртасың. Касса жинамай қалады сен ойнасаң. А сенің өміріңді түсіретін болса, қандай жанрда түсіру ой керек? менің өмірім Ужас. трагедия ғой Неге трагедия? Мен жоқ, драма болатын шығар бізге. біздікі Жоқ, жаңа неде Асекең Не жаңа күшті ойлаймын? айтты ше. 92 жылдар, 93 жылдар, 90 жылдар жаңа шекер болмады, қант болмады дейді. Сен туылатын жылдар дауыс болмаған ғой адамдарда. Дауысын Назарбаев берген ғой. Әне, ой, мынау вообще патриотичный менің кетіп 15 жыл бұрынғы жұтым неге айтып отырсың Әне. Жаңа бірдеңе ойластырсаңдаршы екеуі. Кино не болды бір адам. Біз ойластырып келейік сендер отыратындар. Неге трагедия болады? менің кино кстати мен жайлы кино болса мен Мен артында жүргенде еңіреп жүрген ер едім деп айтып кетші. киноның главный условиясы бар ғой главный герой должен путешествовать всегда бір жерде үйден шығады да кетіп қалады бір жерге и басқа адам болып қайтып келеді мен мысалға 7 жыл Москвада тұрдым КВН ойнадым стендапқа шықтым Соның барлығын түсіресің ба? бәрін түсіргенде прям Гинеколог. жақсы кино шығады Сен де Асекең сияқты өзін жаман мақтап қояды екенсің ба? жоқ мен Атпен келеді, пойызбен келеді, жаяу келеді, ол жерге самолетке ұшып кетеді. Болды, қорытындылайық онда. Рахмет. Сендер туралы кино түсірсе күшті болатын сияқты. Жалпы сіз туралы ше, Айжан. Көшеде келеді. Көшеде келеді деп айтса болады. Не деп аталады жалпы? Білмеймін, ойлап отырмын. Сен туралы кино түсірсе не деп аталады? Білмеймін, давайте ойланып көрейік онда. Жақсы. Мен өзім туралы кино түсірсем, мен туралы кино түсірсе легенда деп аталатын еді. Болды, сонымен аяқтаймыз. легенда которую никто не знает солай айтамыз Мына жігіт керек емес бізге. Жалғыз жүйеде керек адам көп тұрып жоқ. Жаңа сіз айттыңыз ғой, облыс жаққа қарай қонаққа барамын десе, облысты бір жерге тастап кетіңізші ананы. Аға, қалай сізге ұнады ма бүгінгі шығарылым? Сен шатағың болмасын десе. Дұрыс деп қойсаң. Сенікі дұрыс. Жоқтан шүкір. Жоқ, ұнады. Ұнап жатыр. Қанша сен керек боласың негізі. мен вообще Фишка ол. әйеліме керек балам Әйеліне керек бала, көрдіңіз ба? Әйеліне керек бала. неге керек баласы Әйелінің баласы ғой мынау. Әйелінің баласы. Жоқ, сен бұл подкастқа керек боласың деймін. мен ба иә Сен маған баласың ғой. қолынан ойлап тапқан Сен баласың ғой маған енді. Бәлен жасы неше иә жассың? мен 15 жассың. 91-мін Ай, мен сіздің папамен құрдаспадшы мен папам 76 деп қойсай. 69. иә 5 жас үлкен всего лишь Жоқ, жақсы нетесің. Қатын құрдас. жақсы ойлайсың Айтыңызшы жаңағындай, қатын құрдас красавчик деңізші. бірақ шамалы айтасың дейді Қай бұтақ ұнады? Бұтақтап жеріңізші. Жоқ, жалпы бәрі ұнаған сияқты. Негізі жалпы сөзім айтқанда бәрі ұнады. Брачканың сөздері жақсы екен. Брачка ма? Қойдың ғой басында анау тектілік туралы. Енді оқырмандар соның бәрін білген дұрыс қой. дұрыс иә білмейді көбі Сөзбен тектілік деп талқыладық. А Threads-тағы жазатын адамдарға не айтасыз? Дұрыс жазайық.
дұрыс жазайық. қатесіз. Заявление жазатындарға не айтасыз? Терпила деп айтамыз. Құдай ұстасын. Не ғой? Дұрыс болайық, аман болайық. Тек жақсы жағымызды көрейік. Негізі сын айтылмай мін түзелмейді. Бетке де айтқан дұрыс. Енді қателігіміз адамбыз ғой, пендеміз, қателесеміз. Қателік жер болса түзейміз, жөндейміз. Жақсы, Асеке, келгеніңізге рахмет сізге. Көргенімізге қуаныштымыз. Үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар. Лайк жинайтын пост емес, лайкты пост жасайық. Құрметті достар, лайк басамыз, комментарий жазамыз, колокольчикті баса ұмытпаңыздар. Бұл трекстан